Ассаламу алейкум, қалдарыңыз қалай? Өте күшті жаңалық. Қазақша сексология кітабы 1982 жылы жазылған. Ишанбай Қарақұлов 40 сұрақ деген кітап. Және де бұл кісі өзі, медик кісі, өзі 1950 жылдары Қазақстан СССР министр здравоохранения болған кісі, то есть денсаулық сақтау министр болған кісі. Және де осы кітапта ол жыныс сауаттылық жайында сұрақтарға жауап берді. 40 сұрақ. Мен үшін бұл кітап өте маңызды, мәні өте көп. Себебі қазақша ақпарат өте аз, өзіміз білетіндей. Және де мен өзім алатын білімім ол қазақ кітаптарынан болған емес, ол көбісі Москва, Украина, жалпы дүниежүзілік басқа ақпараттардан да. Бұл жерде біздің Қазақстанның өзінің министр жазған кісі, өзі ғалым, доктор, врач болған кісі. Енді сексология жағында он сұрақ қойған, сексология ғылымының маңызын түсіндіре кетесіз бе деп. Мына жерде ол айтқан, сексология екі сөзден құралған. Секс латынша жыныс, және де логос грекше ғылым деген сөз. Ұрпақ өсіріп, тұқым жаю үшін еркек пен әйел арасындағы жыныстық қатынас табиғат заңы. Соған орай сексология адамзат шежіресіндегі ең көне тақырып, ескі пән болып саналуы тиіс. Бірақ шын туайтына келгенде сексология қазіргі медицина ғалымының ең жас тарауының бірі. Бұл 1980 жылдары жазған, ең жас. Қазіргі бізде қараңыз, 2020 уже осы кітапқа 40 менен де үлкен, бұл кітап 40 жыл бұрын сексология жайында, жалпы жыныстық қатынас сауаттылық ашу жайында осы кітапта жазылған. Үйде болсам да қарап көріңіз, оқып көріңіз. Жыныс тәрбиесіне сексологияның тікелей қатысы бар. Тіпті бұлай деуде аз, сексология жыныс тәрбиесімен тығыз байланысты. Көп жағдайда біріне бірі бағынышты. Сонымен бірге сексология басқа да көптеген әлеуметтік мәселелермен сабақтас. Шынымен ол солай. Сондықтан оның атынан үрікпей, мәнін дұрыс түсінуіміз керек. Қандай керемет, қандай керемет. Енді көп мына жерде мен оқымай қояйын, бірақ кішкене тақырыптар жайлы айтайын, тақырып жайлы мен қозғаған тақырыптар ол жігіттерге және де қыздарға дұрыс үйден дұрыс жыныстық қатынас сауаттылық беру. Мына жерде айтылған, ата-анасы қандай үлкен мән, ата-ана үйден кішкентай балаларға білім беру жыныстық қатынас, және де қандай маңызды мектептерде де білім беру. Мына жерде автор айтады, үйден де және де мектептен де екі жақтан білім беру керек. Бір комментарий жазған, есімде жоқ, бір инстаграмда, жыныстық қатынас тәрбие не керек, үйленгенде білерсің деген. Ол мүлдем дұрыс емес, ол мүлдем сауаттылыққа жақпайтын ұғым. Сол үшін осындай жалпы бұрыс түсінік, соны айырылу үшін осындай кітап оқыған жақсы. Бірақ ол енді 80-ші жылдары болған соң кейбір кезде политика айтып кетеді, бірақ жалпы өте маңызды. Енді тағы да не айтады, бірінші түн деген, қалай айтады, жас жұбайдың бірінші түн дегенді қалай түсіну керек? Бірінші түнді қалай? Екіншіден, салқын әйел, анонизм дегенді қалай түсіну керек? Анонизм деген ол мастурбация, өз-өзін қанағаттандыру жайында айтқан. Гомосексуализм дегенне, енді бұл жерде ол 80 жылдары айтқан ұғым, біз айта кетейік, қазіргі 40 жылдар арасында өте көп нәрселер ашқан. Мына жерде ол оргазм жайлы да жақсы айтқан, және де қыздық жайлы айтқан. Қыздық жайлы мен қазір сізге тауып, соны оқи кетейін, себебі өте қызық, мен үшін өте күшті кітап. Енді қараңыз, кітаптың 40 сұрақ, 40 тақырып ашылады. Енді ең бірінші парақты ашсақ, алғы сөз орны Ғабит Мүсірепов жазған екен. Және де Ғабит Мүсіреповті бәріміз білеміз ғой.
мына жерде күшті кітап, күшті зат айтқан. Мен былай айтқан: әр кез ұялып, арнайы сөз ете алмай, кезінде дұрыс ақыл бере алмай келген мәселелер тарапында қаншама жастарымыздың семьялық өмірі ойдағыдай мақсатқа жете алмай келгенін ескерсек, ендігі жерде оны жасырып жатудың мүлде қажетсіздігін айқынырақ сезінеміз бұл кітапта. Да, то есть өте сондай сексуалдық тәрбие мәселесін автор өз алдына жалаң күйінде қарастырмай, адамгершілік тәрбиесінің алуан саласымен байланыстыра сөз етеді. Сонымен қатар ескерілік жай, кітапта жастарды семья құруға даярлау мәселесіне байланысты біздің ана тілімізде құлағымыз көп үйрене бермеген біраз жайлар ашық сөз болады. Жастар, жас жұбайлар үшін бұл дәрігерлік ақыл кеңестердің аса қажеттігін ұғына отырып, автордың жағдайын да лайықты түсіне бағалай білуге тиіспіз. Кейбір мәселелер баяндалуы мен дәрігерлік, сексуалдық, физиологиялық, биологиялық және ғылыми терминдердің ана тілімізде қалыптасып үлгермеуіне байланысты. Мына жерде жыныстық сауаттылық кішкентайынан бастап айтқанын айтып жатыр, да? То есть кішкентай үйден, мектептен бәрі соны айту керек. Енді кішкене соңыра айта кетейін қыздық жайлы, да? Қыз алғаш рет ер адаммен жақындасқан сәтте оның жыныс мүшесінің жіңішке қан тамырлары үзіліп, аздап қанап ауыратыны белгілі. Алайда тіпті етегі ашылмаса да, кейде бірінші түнде жыныс мүшесінен қан шықпайтыны қыздар да бар. Соны айта кетейін. Мамандардың айтуынша, оған басты себеп бір қатар қыз баланың жыныс пердесінде созылмалы саңылау болады. Созылмалы. Бұндай жағдай көпке дейін созылады. Тіпті кейбір әйелдерде тұңғыш баласын туғанша бұзылмайды. Қандай керемет. 1984 жылы уже айтылған. Бірақ та біз қазір 2020-да және де әлі күнге осындай кейбір мәселелер өте өзекті. Сіз үшін көңіл бөлген үшін рахмет. Осы кітап жайлы ақпарат қызық болса әлі ашамын. Өзім де қазіргі 20 жыл сай енді ғылым дамыған соң көптеген ақпарат бізде қазір өте көп. Және де менің парақшам қосылып, лайк басыңыз, сұрақтарды да қойыңыз. Енді мен комментарий астын камера өшіріп қойған соң, сіз маған бөлек Instagram дайректке немесе жазыңыз. Бәріңізге рахмет. Сау болыңыз.